Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Бақытжан Ермекова. Сіздер менің каналымдасыздар. Мен сіздерге бүгін сосиска в тесте жасап көрсетейін. Сосисканы в тесте. Сол оған 250 грамм ұн саламыз, 250 грамм ұн керек. Сосын мен өзім неменен сүтке илеймін. Сүтке кішкене сода, тұз қосам и жұмыртқа қосамын. Одан артық ештеңе керек жоқ маған. Осымен-ақ жұп-жұмсақ болып иленеді. Дрожжи ештеңе қосудың қажеті жоқ. Мына кішкене содамыз, мінекей, соданы қосамыз. Мынау тұз, шай қасығын бір қасық тұз, 200 грамм сүт. Осыған илеймін. Мыжық осыған илеймін де, сосын тез көтеріледі, жұмсақ болады әлі. Дрожжының керек жоқ, ұн бар ішінде. Жұмыртқасы бар, сода бар. Сүтке үйленгеннен кейін ол жұмсақ болады. Бетін жағып қоя тұрам, қымтап. Қазір тағы да 5 минуттан кейін қайта басам. Тестаны тағы да бір рет басып қояйық. Сонымен жұмсақ болады сонда. Тестамыз дайын болғанша, сосын ана сосисканы турап-турап. Сосискамызды турап-турап. Қоямыз, тестада көтерілген әйбіт боқапты. Кішкене тұра тұрсын. Қамырымыз дайын болды, енді қазір нанап көрейік. Дайын боқапты, мінекей. Кішкене басып қойған ғой. Майымыз қайнап жатыр, қамыр дайын боп қалды. Қамыр жайып, тестамызды ораймыз. Теста жұмсақ болды. Шағында бұлай кесем, бір тест менің бойына бұлайына. Мен осынша келетін ең. Кесіп алам. Көріп отырғандай тестаны бұлай ораймыз. Мінекей. Енді қоямыз, анасын кесеміз. Мінекей. Қандай әдем болып көреді. Май дайын тұр, қазір көрсетейін. Майымыз дайын. Міне, ортасымен көтеріп шыға береді. Майымыз қызды, енді сала береміз. Міне, міне. Әдемі бұлсызды. Қараңыз, қандай әдемі. Өте әдемі шықты. Егер де ұнап жатса, қонақ шақырғанда да ұялмайсыздар, дастарханға қойсаңыздар да жұмсақ болды тестасы, мына қараңыздар. Ішіндегісі әбден пісады, қуырып пісады. Былайынан ашып-ашып бүйтіп жеуге де болады. Қалай жесеңіздер де ыңғайлы, қонақ шақырсаңыздар, дастарханға да қоюға болады, әдемілеп тұрып бүйтіп. Егер осы не ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған Бақытжан Ермекова.